Ассалаумағалейкум достар. Біздер алдыңғы сабақта Фридрих әдісі бойынша мына Рубик текшесінің жоғарғы бетін барлығын сары қылуымыз керек. Барлығы да сары болып тұру керек. Соның үш жағдайын орындаған болатынбыз. Енді бүгін тағы да 4 жағдайды орындаймыз. 4 жағдайды. Енді бүгін қазіргі орындайын деп тұрған жағдайымыз тағы да сол рыбка деп аталады. Балық. Тек біздер жоғарға қарап тұрды біздің алдыңғы рыбкамыз. Енді мына рыбкамыз, балығымыз төменге қарап тұрады. Міне, төменге қарап тұрады. Және сары түстеріміз міне. Шатыстырып алмаңыздар. Осылай етіп ұстаймыз біздер. Мына рыбкамыз төменге қарап тұру керек. Мынау жоғары. Мынау фронт, алдымыз. Осы бағытта ұстаймыз Рубик текшесін, және мынандай алгоритмдерді орындаймыз. Оң, жоғары, оң, кері, жоғары, оң, жоғары, 2 рет, және оң, кері. Міне, сонда біздің сары түсіміз түгелдей жиналады. Ұмыт қалмаңыздар, бұл рыбка, балық төменге қарап тұрады. Келесі бізде сегіздік деп аталады. Бұндай жағдайымыз сегіздік. Яғни 8-ге ұқсайды деген сияқты ғой енді. 8 деп аталады. Бұл жағдайда біз Рубик текшесін дәл осылай ұстаймыз. Сары түсіміз жоғарыға мына артында тұрады. Және мына жердегі сары түсіміз сол жағымызда тұру керек. Мынау жоғары, мынау алды. Сосын мынандай алгоритмдерді орындаймыз. Оң, кері, фронт, кері, сол, кері, фронт, оң, фронт, кері, сол, фронт. Міне, сонда біздің сары түсіміз түгел жиналады. Келесі біздің жағдайымыз двойные глазки деп аталады. Қос көз. Мына жақта 2 көзіміз бар, мына жақта 2 көзіміз бар. Міне. Қосу таңбамыз тұр. Яғни мына екеуін мына жерге, мына екеуін мына жерге қоюымыз керек. Қос көз деген двойные глазки деп аталады. Ондай жағдайда біздер мына 2 көзді өзімізге алдымызға қоямыз, және 2 көзіміз артта тұрады. Міне, осылай ұстаймыз. Сосын бұл оңайырақ мынандай алгоритмдерді орындаймыз. Фронт. Содан соң 3 рет пиф-паф әдісін орындаймыз. Оны білетін боларсыздар. Алдыңғы сабақтарда үйрендік. Мына жерге қойып кетемін, егер ұмытып қалсаңыздар. Оң, жоғары, оң, кері, жоғары, кері. 1 рет істедік. 2 рет. 3 рет орындадық. Және фронтты кері бұрап орнына қоямыз. Яғни біздің сары түсіміз жоғарға жиналды. Енді келесі мынандай жағдай. Тағы да қосу таңбасы және сары түстеріміз мынандай 2 жағында тұр және алдында тұр. Міне, алдында және 2 жағында. Бұны біздер вертолет деп атаймыз. Тікұшақ деп. Міне, алдында және мына жағында тұр. Ондай жағдайда біз Рубик текшесін
мына екі көзі бар жақты сол жаққа қоямыз. Жоғары, сол. Осылай осы бағытта ұстаймыз. Және мынандай алгоритмдерді орындаймыз. Оң, жоғары, екі рет, оң, екі рет, жоғары, кері, оң, екі рет, жоғары, кері, оң, екі рет, жоғары, екі рет, және оң. Міне, біздің жоғарғы бөлігіміз жиналды. Сонымен, достар, біздер Фридрих әдісі бойынша сары жоғарын жинадық. Шапка деп те айтуға болады. Шапка деп айтады негізі. Шапканы жинадық. Бұл жаңағы мен экран бетіне көрсеткен әдістерді жаттап алуларыңыз керек. 7 жағдайды. Бірақ сіздер Рубик текшесін құрастыру барысында 7 жағдайдың барлығы қатарынан келмейді. Сіздер құрастыру барысында тек қанағы бір жағдай келуі мүмкін. Мысалға, жаңа балық келуі мүмкін, немесе вертолет келуі мүмкін, кез келген біреуі келуі мүмкін. Сол алгоритмдерін орындасаңыздар, беткі сары бетін түгелдей сарыға жинайсыздар. Түсінікті болған болар. Келесі сабақты жіберіп алмаңыздар. Арнама тіркеліп кетіңіздер. Қоңыраушаны басып қойыңыздар, достар. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.